Ассаляму алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышан ве шымдықы да қаға бойлы мәлімат. Италия ве Испания құжы қасталықтан ең чоқ зарар көрген мемлекетлердір. Ярындан башлап Қырымда ресми шекілде карантин низамы көрсетілежек. Рифат Чубаровна насыл жаза беклей. Давушлы сеслендіру системасының донатылған арабалар қырымлыларға қавсызлық черелер ақында қатырлата. Қавсызлық модасы қырымлы тігіжелер жүмкүретімізні маска етішмемезлігінден құртаралар. COVID-19 Авропада темелі шекілде ерлешті. Испания ве Италия ең күн зарар юқан сәкенлері бойынша рекорд қоялар. Хасталыққа қаршы насыл көреш алып барыла ве дегер актуаль хаберлеріне бете көлеп қамызда. Эпидемияның меркезі Авропаға кешті. Иқтисадиетні ең күчлі олған мемлекетлер бұйық зарар көрейлер. Сонки сутка девамында хасталықларының сайысы 8.000 адамдан арты. Испанияның сағлық сақлав везерлігі олардан ер онуджысы эляк олды деп хабер етем. Мы делаем много тестов, около 20 тысяч в день в Испании. Надеюсь, в ближайшее время мы сможем делать еще больше. Италияда бір суткалық көстергечлер рекорд дәрежеде экселді. Сонке күн девамында 1,5 бинге яқын хаста қайт етілді. Өвелері бұл рақам 3 бинге еді. Хасталанғаларының умуми сайысы мемлекетте 100 бинден ашты. Бөле алда денешмелер олса біле пек аз көріне. Число выздоровевших возросло на 1590 человек, достигнув 14 620. Это рекордный показатель с начала эпидемии. Тебиечелерге ярдым етмек үшін Италияға Русиялы мутехассислар етіп келділер. Апеннин ярымадасына 15 учақ қонды, оларның ішінде арби вирусологлар ве мудафа везерлігінің мутехассислары бар. Олар 8 екемешіре бригадасына ве кереклі донатмаларыны еткізділер. Русияда коронавирус хасталыларының сайысы 2777 кеніші тешкел етті. 190 адам дедавиленді, 24-ні вефат етті. Хасталықның географиясы енді 75 регионы қаплап алды. Оларның чоқысында әлі үшін самоизоляция низамы көрсетілді. Масаблакимова, Руслан Минаев, Миллет үшін. Қырым акиметі апрелінің екісінден ярмадамызда коронавирус себебінден карантин көрсетті. Туневінден башлап ақяр шерінің кірішлерінде незарет ноқталары кірген ақлиетіні тешкерелер. Мевзунын девамы бізім левхамызда. Ақяр гражданлары үшін самоизоляция низамыны енді бүгінден чалышып башлады. Сынырулывлар мемлекетіміздің чоқысы дегер регионларында да чалыша. Біріншілер сырасында Москва вилаяты тура. Сегодня все нормативные документы должны быть выпущены, и до 17:00 полный перечень действий, соответственно, опубликован на портале правительства Республики Крым. Қырымда апрельның екісінден карантин керсетілі. Зеркалим меры тех регионов, которые приняли самые жесткие меры с точки зрения досмотров поездов, авиатранспорта в данном случае, и 100% досмотр всех прибывающих в регион. Кечкен сутка девамында жүмхареті 14 бинге яқын объект тешкерелді. Оларда 120 зиede бозув тапылды. 105-ні енді йоқ еттілер. Бұндан да ғайрысақ Қорман шәрлерінде ве Бахчисарай районында 10 мемори протокол тізілді. Следует отметить, что во всех регионах работают постоянно действующие группы и числа сотрудников администрации полиции по контролю за соблюдением режима. Аналогичные группы работают и в сельских поселениях. Сельское поселение тоже такие группы создали и проверяет соблюдение указа главы республики. Қырымның сақлық сақла везірі Игорь Чемоданов берген мәліметқа көре бүгін тиби көзетуге 3 бинге яқын адам болуна. Бір сутка девамында бұл сайға да 200-ге яқын адам қошылды. В стационарах у нас 66 человек, за сутки поступило 6, выписано 4. В обсерваторе у нас 13 человек, вчера 3 человек, это Бахчисарайский район, Феодосий, Советский, которые за нарушение режима были определены в наш обсерватор. Сергей Аксенов тиби хадимлерні керекли донатмаларнен ве алетлернен темен етмек кереклігіне де хат желіп етті. Все, кто на передовой, особое к ним внимание, Елена Васильевна. Вот прямо контроль за тем, чтобы все, кто на передовой, все средства защиты были, соответственно, материальная поддержка. То есть, я еще раз, это люди, авангард, самый, так сказать, разведбат находится. То есть
Сергей Ильич, мы ближе всех к неприятелю. занимаем. Bundan da gayrı Kırım yolbaşçısı Rusiya hükümetine müracaat etip, Kırımda koronavirus hastalığının bağlı vaziyet hakkında yalan darhatkanlarga ceza artırılığını teklif etmek teşebbüsünü olğanı akta haber etti. Заставлять вот этих персонажей публично приносить извинения, чтобы они вот публично точно так же у себя писали: мы приносим извинения, мы наврали в данном случае. Либо привлечение к ответственности. Ну, коллеги, кто сеет панику в военное время, это вот работают на врага. İçtimai ayaklarda pandemiya hakkında neşir etilgen epsi mesajlarga operativ şekilde seslenmek gerek. Думаю, что этих мер ответственности, коллеги, будет достаточно для того, чтобы удержать ситуацию под контролем. Поэтому, в общем, с 0 часов, то есть переходим на такой, коллеги, план действий. София Шукурова, Севилия Меметова, Миллет үшін. Қырымда епсі құружилық ішлері апрелінің 6-сына қадар тоқтатылды. Бұясақ әм девлет құружилығына, әм де шақси шіркетлерінің ішіне айт. Прошу отнестись к каждому руководителю предприятия. Это касается не только строительных подрядчиков, это касается производителей строительных материалов, стройиндустрии. Понимаю, что, наверное, не совсем это простое решение было, но безопасность наших граждан превыше всего на сегодняшний день на самом деле. Бунин бірге федераль құружилық везірлігінен бераберлікте регионның құружилық сасына дестек чәрелері ішлеп чықырылмақта. Буквально завтра у нас проходит 9 утра видеоконференц-связь с вице-премьером Хуснуллиным Рашкидзаличем. Я уверен, что какие-то поблажки, какие-то меры поддержки будут федеральным центром до нас доведены. Русияда ясақ етілген меджлісінің елбашчысы Рифат Чубаров күтліве қалабалық тешкіл етілівінде Русия Федерациясының территориаль бұтынлығыны бозмаға доғыртылған әрекетлер япқанында қабатлана. Бұқта Сергей Аксонов ВКонтакте ичтимай ағында өзінің ресми сайфасында хабар атты. Çok yıllar devamında Çubarov'un faaliyeti milletleri razzidiyetlігini artırıvından ibaret edi. 2014 senesi fevralının 26'sında bu cinayi faaliyetinin en yüksek noktası oldu. Elek olgan vatandaşlarımızın kanı Çubarov ve onun meclis arkadaşlarının ellerinde Kırımlarga zarar getirmek istegi onların siyasi kariyerasının manasına çevirildi. Onlar en muşkul natsistler ve teröristlerinin birleştiler. Шақси иш адамларына көчік ве орта бизнес векілеріне кредит тәттелері берлейджек. Федераль қанунға оған денішмелеріне Девлет Думасы қабыл етті. Денішмелер хастал хукум сүргені себебінден иқтисадиясында бұқран адеселерінен бағылы. Кредит мудеті деніштірле білген саларының жедвеліні Русия Федерациясының акиметі белгілейджек. Принято важное решение, которое напрямую затронет миллионы наших граждан. В их числе заемщики, которые по причине снижения доходов сталкиваются с трудностями при обслуживании ранее взятых кредитов. И предприниматели, чей бизнес пострадал в результате распространения пандемии коронавируса. В ближайшие полгода к ним не будут применяться финансовые санкции при просрочке платежей по кредитам. Если ситуация будет развиваться по негативному сценарию, мы готовы рассмотреть вариант продления кредитных каникул. Сәкенлер банкларға мұраджат етіп, чешіт кредитлер ве ипотекалар бойынша имтиязлы мудет тәйінленуіні талап ете бөлелер. Бұчарелер 2019 сенесінің орта айлық келеріне баққанда шымдықы келер 30%-дан зияде эксілген вақыт. Имтиязлы вақытның девамлығы ярым елға жесуре бөлежек, бұл вақыт пара жазасы тәйінленмейджек. Қырым елбашчысы Қырым көпірні коронавирус себебінден толысынен қапатылмасы мүмкін олғанны білдірді. Шымды бұл суаль Краснодар живарының реберлігінен музыкере етілі. В течение суток выверяем позицию с Краснодарским краем. Мы считаем, здесь просто должны быть партнерские отношения. У нас нет задачи друг от друга отрезать ситуацию. Понимаем, если мы мост закрываем полностью, то люди, которые приехали, будут вынуждены возвращаться назад через Краснодарский край. Апрелінің экосынден Қырым көпірінде блокпост чалышы башлайжақ кечкен ербірнақлет ешкірлежек. Бірінші сутка девамында епсі кіргенлер мониторинг етілжек. Кайдақчыларының сыжағы өлченежек ве хасталық алиметлерінің мевжудлығы бақылажақ. Русияның ең бүк авалиманларында ташывларының көлемі 70%-ға эксілді. Бұақта қалқыра авалиманлар бірлешмесі хабиратта. Апрелінің бірінден 5-не қадар планлаштырылған рейслерінің 55%-ы лағу етілді. Ахмезжет авалиманның ішіне бұл ал насыл тесір етежек. Рейслер сайысының әкелмесі бұтын апрель девамында ве ондан сон бекленелі. Бұл елжылар ақымы бірден эксілген бағлыдар.
Графиктен артта қалынмай. Yüksek hazırlık nizamına bakmadan Gagarina soğağındaki kopurunun tamirаты devam etmekte. Şimdi işçiler balkılarını yerleştireler. Endi inşaatının 4'ten uçpayı montaj etildi. Malzemeler Krasnodardan getirildi. Kopur tubunde borşege yaramağan tremelerini de demontaj ettiler. İnşaatının tubunu korçalayıcı karışmalarının kaviliştirdiler. Tezden işçiler boyalавға keçecekler. Айдавчылар ve pedelerinin қавсызлығы için яңы қора тікленecek. Yol kısmında махсус парапетлер yerleştirilecek. На данный момент ведутся работы, связанные с объединением смонтированных балок, и потом будет смонтированы еще четверть балок, еще 7 штук. После этого будет выполнен выравнивающий слой железобетона по мосту, и гидроизоляция, и уложен асфальт. После этого пустим движение по мосту. Нақлиет дамарының тамираты 2019 сенесі декабрінің 1-ші күні башланғанада. Ама ішлер бежірілген вақыт құручылар қазай балқыларға раст келділер. Қошма демонтаж себебінден объектінің тапшырылуф муддеті сұрылды. Көпірні апрелінің сонында açmaға планлаштыралар. Ярымадамызда әліні сеснен тенбейлев системасы çalışып башлады. Ватандашларымызға самоизоляция вақытында адам ұзны доғру алып бармақ кереклігіні қатырлаталар. Мақсус вазифеге Қырым Девлет инспекциясы да қошылды. Мевзунын девамы бізім левқамызда. На острове в связи с распространением коронавирусной инфекции введен режим повышенной готовности. Шәрінің меркезі Куйбышева алқасы. Девлет автоинспекцияның хадимлері өзіш ерінде. Оларының мақсады сурят артырғанларыны тұтмақ дегілді, қырымлыларыны самоизоляция ақында хабердар әтмектір. На остановках и в транспорте держитесь на расстоянии 2 метров друг от друга. Қырымның чешет регионларында давушнен хабердар ету системасы çalışабы Бахчисарай, Сақ, Судақ, Ялта, Кефейкі бішерлерідір. Илк сефер мақсус әдетлеріні ұзақ мескен ноқталарында ерлештірділер. Олар Хурман, Вияқ, Шейх районларында да бар. Помогите пожилым родственникам и одиноким соседям с закупкой продуктов. Қырым ел башчысы Сергей Аксенов мартның 17-сінден yüksek азырлық режимі ақында еміріні имзалады. Бұл вақыт девамында бала, спорт ве күтлевей тәдбірлерінің кешірілмесі ясақ етілі. Башқа мемлекетлерден келгенлер карантин кечмек кереклер. Бұның үшін кезлерде обсерватор açıldı. Ситуация достаточно напряженная и опасная. Касается всех без исключения. Поэтому прошу вас, соблюдайте режим. Это только для вашего блага. Акимиет сәкелеріні соқақларға чықмамаға ве әліқалардан қачынмаға чағыра. Әллеріні сық юлмақ, тіби маскалар тақмақ ве антисептиклеріні қоланмақ керек. Бұнын бірге адамлар тыншылықны сақлап қалмақ кереклер. В селах ситуация немножко попроще, получше. Жители сел и жители сельских поселений более дисциплинированы. Поэтому обращаясь к жителям городов, в частности города Симферополя, чтобы действительно тот режим, который определен на этот период, на время выходных, чтобы действительно они придерживались данного режима. Қырымда yüksek азырлық режимі айры эмир қабул етілмегенде үкім сүрежек. София Шукурова, Диана Бекмамбетова, Миллет үшін. Тибей бір керелік вечух кере келген маскалар бойы кабин 20 сенесі барының тренді олда. Илячханелерде оларны тапмаға пек қиын вақытта маскаларны евде ве фабрикаларда тікелер. Көмерлер оларны саталар, башқалары есе бедава берелер. Қырым истисалжылар ақында Эльмас Аблакимова тариф етежек. Теренден чанта тікілген цехте ишқайна ямайынды мод чанталар еріне бір керелік маскалар тікіле. Берем заготовку, кусочек материала у нас нарезанный. Складываем его в 2 раза. Делаем складочку для объема. И пристрачиваем по краям резинку. Маска тікмек үшін тікежеге 2 даққа керек. Бір күнде бір қадым 100-ден зияде маска азырлай. Маскалар, волонтерлар ве карантин вақытында çalışмаға мечбур олғанлар үшін ясала. Маски отшиваются бесплатно, разводятся по штабам волонтеров для того, чтобы обеспечить людей, которые развозят еду, лекарства нашим старичкам и нуждающимся. Одноразовая маска. Бұл маскалар да теби чешетлері кыбы спанбонтан текіле. Оларны тек төсі башқа ве хавиджи. Дмитрий Саханьков фальджелерден бірі оның муэсесесі маскалар үшін кетен кітере. Ояны клипс адлы кешфиятның муэлифы. На мне маска с этими клипсами. Мы их снимаем. Тут же легко разбираем, если посмотрите, сменный блок. Сменный блок выкидываем.
Он по аналогии с маской медицинской эксплуатируется в течение 2-3 часов, не более. Клипсалар хысхачка bu кетенini tutam. Оларны учде принтерде ясайлар bir детали üçün техника bir yarım saat çalışa bir kunde 40 dane yasap yetiştireler. Dmitriy Dachok adamga yardım etmek üçün bu işni konveyer şeklinde becermege istey, patent almaga niyeti бар. Trafaret rezna ve basma parçası o pamuk ya da beyaz çeşitinde olması mümkün. Maske evde tikilmesi için tek bu şeyler gerek. Lili Setmemetova ketenini kese ve hazırlık işini baka 3 dakika içinde birkaç sade hareketinden son maske hazır. В принципе, весь процесс несложный, и каждая девушка, которая может держать в руках иголку с ниткой, она сможет для себя, для своих близких пошить и изготовить подобную масочку. Ketenden tikilgen maskanın üstünlüğü şunda ki onu çok kere takmaga mümkün. Ama böyle alda onu yuvmaga ve ütünlemege gerek. Akılınızda tutunuz, maska bu hastalıktan ilaç değil. Bu tek özünüzü ve etraftaki adamlarını korçalanmak için bir vasıtasıdır. Nilmas Ablakimova, Rafael Vahidov ve Vitaliy Golubov. Millet için. Никита Небатат бақчасында ләлелер парады açıldı. Мұнда 200 чешетінің 100 бин чечегі тақдим етілген. Экспозицияда Голландиядан кетірілген 130 яңы ләле чешеті де пейда oldu. Misal olarak papağan lәлелері оларының туслері айрылып тұра, шекілдейтін сырт көрінген триумф классына айт ләлелер де дүлбер көріне. Емде кадифе пусколе чечеклер бар. Никита Небатат бақчасында боянды 13-ші ләлелер парады. Пандемия себебінден чечек açmasını тек онлайн режимінде көзетмеге мүмкін. Коронавирус hakkında rahatsızlagan malumat ve samoizolyatsiya nizamı. Bugün akşam saat 8'de Krimski konsensus lehasının meydanında telefon bağları kabul edilecek. Telefon numarası ekranlarınızda yazılgan. Meraklandırgan suallarını canlı yayında berebilirsiniz. Belli mütexassıs hekimlerinin keçirilecek doğrudan-doğru subetini kaçırmanız. 21 asırның кергінлігінде ең қиметлі шелерге вақыт етмеген асық раст келем. Бұл құранта якынларымыз ве севамлешіміз. Шымды бұл бошлықны толдырмақ үшін ажайып имкан пейда oldu. Evde қалыңыз, өзіңізге мұқайтылыңыз. Біз есе сізні Cumhuriyetimizde yüz bergen vaqalarмен tanış edeceğimiz. Haberler taqımı Millet телеканалы.